Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ақынның азан шақырып қойған есімі Мұқаметқали, бірақ ата-анасы оны еркелетіп Мұқағали деп атап кеткен. Ол отбасындағы 3 баланың үлкені. Әкесі Сүлеймен өте кішіпейіл, қарапайым әрі еңбекқор адам болған. 1941 жылы соғысқа аттанып, Майдан даласында қаза болады, ал балалары әжесі тиынның қолында тәрбиеленеді. Ақынның тырнақалды туындылары 1948 жылы Нарынқол аудандық советтік шекара газетінде жарияланады. Одан кейін бір шоғыр жыры қазақ әдебиетінде басылды. Мұқағали Мақатаевтың алғашқы жыр жинағы 33 жасында жарық көрді. Қарлығашым келдің бе, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, өмір дастан және тағы да басқа жыр жинақтары мен қош махаббат атты прозалық кітаптың авторы. Біршама өлеңдеріне ән жазылды. Өзін аудармашылық қырынан да сынап көрген Мұқағали Дантеннің құдіретті комедиясының тамұқ бөлімін, Шекспирдің сонеттерін қазақ тіліне аударды. Мұқағали ақын қызметтік жолын советтік шекара газетінде әдеби қызметкерліктен бастап қазақ радиосында диктор болған. Кейінірек қазақ әдебиеті газетінде Жұлдыз журналында поэзия бөлімін басқарды. Сонымен қатар Қазақстан жазушылар одағында поэзия бөлімінің әдеби кеңесшісі қызметін атқарды.